Сәлем достар. Каналға қош келдіңдер. Так, достар, біз бүгін өзіміздің образымызға қарап тұрсаңыздар, қандай видео түсіреміз? Мықты қызбен не ашамыз? Мықты қыз емес, мақта қыз бен мысық. Айт, мақта қыз бен мысық. Солай, мақта қыз бен мысық ертегісін түсіреміз қазір. Бізде Айселек кім болады? Мяу. Мысық десе? Мысық болады. Так, достар, қолдап комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Біз ертегімізді бастаймыз. Ертеде ешкі жүні бөртеде мақта ұл мен мысық болыпты. Мақта ұл дегенде сонда ертегі жоқ қой? Енді біздің үйде қыз жоқ қой, мақта қыз қылып қояйын десем. Бір түйір қызымыз, ол біздің мысық болып жатыр. Сондықтан сен мақта ұл боласың. Жарайды. Өзгертеміз кішкене. Ойлай берейін. Сөйтіп мақта ұл үйін жинай береді екен, сыпыра береді екен. Ал мысығы болса күндіз түні ұйықтай береді екен, пыр-пыр етіп ұйықтай береді екен. Өте ұйқыбас екен. Ал мақта ұл өте пысық болыпты. Осылайша мақта ұл үйін сыпырып жүріп, жерден мейіз тауып алады. Үйде шын мейіз жоқ па еді? Үйде шын мейіз жоқ, Ернар, сондықтан осындай мейіз пока что болады деймін. Осылай мейізді тауып алып, ұйықтап жатқан мысығын шақырады. Мысығым, келші, саған бір нәрсе айтамын. Мысық болса, ұйқысын қимай, ұйықтап жата береді. Мақта ұл мысықты тағы шақырады. Мысығым, келсеңші бол. Мысық болса, ұйқысын әлі де қимай, әрі қарай жалғастырып, ұйықтай береді. Сосын мақта ұл мысыққа жемесең қойш, мен өзім ақ жейм. Тоқташ, мен қағаз жемейді оладым. Осылай мақта ұл мейізді жеп қояды. Ал мысық болса, өзінің ұйқысын әрі қарай жалғастырады. Пыр-пыр деп ұйықтасай. Сен жылайын деп отқан сияқты мысық сияқты болып тұрсың. Ұйқысын қандырып алып, мысық ұйқыдан тұрады. Мақта, неге мені шақырватсың? Мен жаңағыны жерден мүйіз тауып алып едім. Сені ояттым сөзде, сен келмедің. Мен оны жық қойдым. Сен мен бөлсейін деп едім. Енді сен қатығыңды туғып тастайым. Апақты туғпе қатығыңды. Үшем мен қазір. Бәрі маған туғып ем. Сен қатығыңды туғып тастайым. Маған мен қатаманеш, қатығыңды туғып тастайым. Қатығыңды түккеніне енсемесен қиырығың жылып алам. Мен қойығыңды таптамайсың. Енсем міне саған қиырық жылуды. Міне қиырығың міне осы. Қойығың қайықта. Сен мен қойығыңды бе. Енсесен мен түккен қатығыңды ап келесің бар. Ап кел содан бар берем қиырығыңды. Мен оны қаямын. Сиырдан сүт ап келесің, содан болды оны қатық болғызып аласың. Содан бар қиырығыңды берем. Деп мысық сиырды іздеп далаға шығып кетеді. Қарным ашып кетті ғой. Сүйі, маған сүт берсің ба? Бірінші сен маған жапырақ кел, содан бар берем. Деп мысық сиырдан сүт алу үшін сиырға жапырақ іздеп кетеді. Ол үшін мысық ағашқа барады. Ағаш, ана сапақты берсің ба? Мен саған жапырақ беремін. Онда сен маған су бер. Сөйлейді. Деп мысық су іздеп кетеді. Ағаш болса әрі қарай тербеліп тұрады. Өлең айтатын ағашсың ба? Суды табалметім ғой. Ода маған су берсің ма? Алдарынан ұлдар шығады, қолдарында су бар.
Ей, мама, неде болса суды қыздар береді ғой? Сол ғой. Енді ертегіде қыздар біздің үйде қыз жоқ деп бағана айттым ғой. Сондықтан ұлдар береді суды. Онда сен бізге сағыз бер. Сағыз? Иә, сағыз. Ұлдар да сақ шеней ме? Қыздар шенейтін еді ғой. Иә, ұлдарды шене алады ғой, енді аузы бар ғой. Жарайды онда. Деп мысық сағыз іздеп дүкенге кетіп қалады. Дүкен асық, заттар аңыздар күшті, сағыз, йогурт, ручка, фонарик, бөпе ойыншығын қайда кел. Ағай, маған сағыз беріш па? Ақсан бар ма? Жоқ. Енші, мен саған бере алмайым. Сағыз кеп бүктөші маған. Енші, сен бүйтуің керексің маған. Сен барып, маған жұмыртқа алып кел. Қайдан алам? Тауықтан аласың. Бар, тезірек алып кел. Жарайды. Деп мысық тауықты іздеп кетіп қалады. Дүкеніңізде көп зат бар екен? Тауық. Маған жұмыртқа берсің ба? Мен саған жұмыртқаның тегін бере алмаймын. Сен маған жемді бер. Жемді қалай алам? Ол тышқанда бар. Ал тышқан ана таудың арғы бетінде тұрады. Ой, шаршап біттің ғой, тышқанды істейін. Деп мысық ашуланып тышқанды іздеп кетеді. Тышқанды тоқта. Әкел менің жемімді. Ой, мен мысықпын. Сен ішпейсің ба тышқан? Жоқ, өзіме керек. Өзім тауып алдым, өзім жинадым. Кішкентай бер. Жоқ, бермеймін. Өтінен кішкентайсың бер. Жоқ, бермеймін. Ой, түф, аянышты болып кеттің ғой. Міне, бір жолға берем, енді екінші жолға бермеймін. Өткені мен өзім жинадым, мә. Деп тышқан мысыққа жем береді. Мысық болса қуанып жемді тауыққа алып кетеді. Тауық, мені саған шеміз. Рахмет, ал мына жұмыртқа саған. Деп тауық мысыққа жұмыртқа береді. Мысық болса жұмыртқаны алып дүкеншіге барады. Дүкенші, мені саған жұмыртқа. Енші, мә саған сағызды. Деп мысық сағызды алады, дүкеншіге жұмыртқаны береді. Сағызды алып мысық ұлдарға жүгіріп кетеді. Мені тауықта. Деп мысық ұлдарға сағыз әкеледі. Рахмет. Ал ұлдар болса мысыққа саған су береді. Сен өзің ішпейсің, оны ағашқа апарып бересің. Сау бол. Ағашқа апарып бер. Ағашқа суды алып жүгіріп кетеді. Ағаш, саған су әкетім. Рахмет. Деп ағашқа су береді. Ағаш болса оған жапырақ береді. Мысық жапырақты алып сиырға жүгіріп кетеді. Сүйесі, саған ағаш әкетім. Енсізі, мен саған дайындық қылған сүтті. Енді бар, төгіп Ал алайын. сиыр болса жапырақты жеп тойып алады. Ас болсын. Мақты, саған сүт әкетім. О, менің бұдан қатық жасаймын. Енді саған мені құйрығыңды берейін. Құйрығым. Деп мақта ұл мен мысық табысады. Енді олар қатықты төкпе, ятақ. Екеуі осылайша келесіде ұрыспаймыз деп бір-біріне уәде беріп дос болады. Доссыңдар ма? Барыңдар енді. Осылайша біздің мақта ұл мен мысық деген ертегіміз аяқталды. Достар, сіздерге ертегі ұнады ма? Достарға не дейміз, Айселек? Лайк басымды, комментарий жасыңды, пока-пока. Достар, келесі видеода кездескенше Пока-пока.